Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз остеоартроз жайлы болады, яғни буын ауруының зақымдануы. Жалпы бүгінгі тақырыпта мен сіздерге остеоартроз қалай пайда болады, қандай адамдарда болады, қандай клиникалық көріністер болады, қалай диагностика жасаймыз, және де қалай дәлелді медицина бойынша, протокол бойынша қалай емдейміз, сол жайлы айтып өтетін боламын. Жалпы мен басқа ютуберлер сияқты сізді остеоартрозы немесе тізе буынының ауруын 5 минутта емдеймін деп айта алмаймын, но бірақ 5 күнде емдеуге болады. Сол себепті осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі бұл видеода пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Жалпы бастамас бұрын тізе буынының анатомиясына тоқтала кетейін. Жоғарыдағы сурет бойынша. Мінекей бұл суретте, яғни буын тұр. Буынның ішінде осы ең ортасында синовиальды сұйықтық болады. Оның сыртында синовиальды мембрана. Одан кейін шеміршек тұр. Шеміршектің қалыңдығы ол 3 мм болады. Одан кейін сүйекті капсула болады, және де сыртынан бұлшық еттер қаптап тұрады. Яғни бұл сүйек буынның анатомиясы. Ал енді остеоартроздың өзіне келетін болсақ, жалпы остеоартроз дегеніміз ол буын компоненттер, яғни шеміршектің, синовиальды сұйықтықтың, буын байламдарының, бұлшық еттің және де сүйек капсуласының зақымдалуымен жүретін үлкен процесті айтамыз. Жалпы шеміршек тінінің дегенерациясы, ол яғни зақымдануы ол 60 жастан асқан адамдардың барлығында болады. Бұл қалыпты физиологиялық процесс деп те айтамыз. Бұны немен түсіндіреді десеңіздер, ол жас ұлғая келе ағзада болатын, яғни шеміршек тінінің жасушалары хондроциттер, онымен қоса хондрочин сульфатының азаюына байланысты шеміршек тінінің беріктігі кетеді, эластикалық қызметі азаяды, және де ол құрғақ болады, және де сынғыш болып келеді. Соның салдарынан бізде осылай остеоартроздың алғашқы сатылары пайда бола бастайды. Ал енді осы остеоартроздың пайда болуының негізгі себептерін тоқтала кетейік. Ең бірінші себебі ол генетикалық, яғни егер сіздің ата-анаңызда немесе ата-әжеңізде тізе буынының ауруы және де басқа буынның аурулары болып, сол бойынша емделсе немесе операция жасалған болса, онда сізде де болуы әбден мүмкін. Екінші орында артық салмақ. Егер сіздің салмағыңыз көп болатын болса, ол сіздің тізе буыныңызға және төменгі буындарға, жамбас буынына ауыр салмақ түсіп, соның салдарынан сізде остеоартроз дамып кетуі де әбден мүмкін. Одан кейінгі себебі ол микрожарақаттар. Яғни осындай микрожарақаттардың салдарынан да болады. Мысалы үшін спортпен айналысатын адамдар, олар әрқашанда жарақат алады. Одан кейін өзінің жұмысына байланысты жарақаттар болуы мүмкін. Және де сіздің басыңыздан артрит сияқты, яғни буынның қабыну аурулары өтсе, бұл да сізді болашақта остеоартрозға алып келуі мүмкін. Одан кейін әртүрлі физикалық нагрузкалар, яғни постоянно сіз физикалық нагрузка жұмыс жасайтын болсаңыз, тізе буыныңызға немесе жамбас буыныңызға салмақ түсудің салдарынан остеоартроз дамып кетуі әбден мүмкін. Жалпы бұл остеоартроздың, яғни буында орналасу орнына байланысты біз ажыратамыз. Мысалы үшін жамбас буынның остеоартрозын біз коксартроз деп айтамыз медицинада. Бұл аурумен көбінесе ер адамдар ауырады. Екінші тізе буынының артрозы. Бұны біз медицинада гоноартроз деп атаймыз. Яғни бұл гоноартрозбен көбіне әйел адамдар ауырады. Одан кейін саусақ буынының зақымдануы. Бұл саусақ буынның зақымдануы көбінесе әйелдерде болады, яғни осы климакстан кейін пайда болатын осы артроздың себептерінің бірі. Одан кейінгі түрі ол буындардың, яғни одан кейін ол саусақ буындарының зақымдалуы. Яғни бұл көбінесе тоже әйел адамдарда кездеседі, яғни климакстан кейін пайда болады. Одан кейін омыртқа буынының зақымдануы, оны біз спондилоз деп атаймыз. Одан кейін омыртқааралық дискілердің зақымдануын остеоартроз деп атаймыз. Ал енді осы остеоартроздың негізі клиникалық көріністеріне келетін болсақ, ең бірінші ол науқастарда тізе буынының ауру сезімінен басталады. Одан кейін жайлап бел омыртқаға, жамбас буынына, саусақтарға қарай өте беретін болады, уақытында емделмесек. Ол науқастарда қалай пайда болады десеңіз, көбінесе нагрузкадан кейін, немесе ұзақ уақыт жаяу жүргеннен кейін, немесе ступенькамен көп көтерілген кезде осы тізе буынының ауру сезімі, жамбас буынының, бел омыртқаның ауру сезімі сияқты клиникалық көріністер беретін болады. Бұл клиникалық көріністер көбінесе осы демалған кезде, немесе жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін кешкі уақыттарда
яғни ауыр сезімі өзімен өзі бәсеңсейтін болады. Немесе бір уақытта бір арнайы бір позада ұзақ уақыт отырып қалған жағдайда сіздің жамбас буыныңыз немесе бел омыртқа буыныңыз ауыруы мүмкін. Ал егер сізде синовиальды сұйықтықтың қабыну болатын болса, онда тізеңізде яғни қызару байқалады және де тізе буынының ұлғаюы байқалады. Сонымен қоса ол жерде жергілікті температураның көтерілуі әбден мүмкін. Яғни осы жоғарыда айтылып өткен жоғары барлық симптомдардың барлығы бұл яғни осы артроздың алғашқы сатыларында пайда бола бастайды. Ең бірінші осы жоғарыда айтып өткендей көп уақыт жүрген кезде немесе бір уақыт бір позада ұзақ уақыт отырған кезде осылай алғашында ауыр сезімдер пайда бола бастайды. Ары қарай егер уақытында емделмеген жағдайда бұл ауыр сезім ұлғая беретін болады. Яғни бұл алғашында сізде тек қана ауыр физикалық жүктемеден кейін ғана болса ауыр сезім, одан кейін ешқандай жүктемесіз аз уақыт жаяу жүрген кезде тізеңізде немесе басқа буындарда ауыр сезім сияқты белгілер пайда болатын болады. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде сізде жарты сағатқа дейін скованность болады, яғни буындағы скованность байқалады. Ол жарты сағаттан кейін скованность жіберетін болады. Сосын сіз буыныңызды ары бері қимылдатып көрген кезде буында сықыр естілетін болады. Бұл да бір остеоартроздың белгілерінің бірі. Ал енді мен сіздерге рентген бойынша, яғни бұл остеоартроздың 4 сатысын ажыратамын. Сол 4 сатысын мен сіздерге кесте жүзінде көрсетіп өтетін боламын. Бұны өзіңіз үшін оқып алсаңыз болады. Жалпы бұл сатылары не үшін керек десеңіз, бұның алғашқы сатыларында біз консервативті, яғни дәрі-дәрмектермен емдеуімізге болады. Мысалы үшін бірінші, екінші, үшінші сатыларында дәрі-дәрмектермен емдеуге болады науқасты. Бірінші, екінші сатысы болса толығымен емдеп жазуымызға болады. Ал үшінші сатысы болатын болса, оны толығымен емдей алмаймыз, но бірақ төртінші сатысқа өтіп кетпеуін қамтамасыз етуіміз керек. Ал төртінші сатысында тек қана операциялық ем, яғни операция болғанда ол эндопротез қоятын болады бұл буынға. Ол кезде яғни буынды толығымен кесіп алып тастап, ол жерге титаннан жасалған буынды салып беретін болады. Осылай сіз ауыр сезімнен және де жүре алмай қалудан құтылатын боласыз. Ал енді остеоартроздың негізгі диагностикасына келетін болсақ, ең бірінші бізге золотой стандартқа бұл рентген кіреді. Яғни осы рентген арқылы біз қай сатыда екенін және де остеоартроз ба немесе ревматоидты артрит па осыны қоюымызға болады. Сол себепті бізге золотой стандарт ең бірінші ол рентген снимок. Басқа ешқандай инструменталды тексерулер қажеттілігі жоқ. Егер науқаста тізе буындағы ауыр сезім ұлғайып қоймайтын болса, онда біз КТ немесе МРТ тағайындауымызға болады. Сосын ең бірінші маңызды атап өтетін жат біз ревматоидный артриттен ажырата білуіміз керек. Бұл кезде қандай симптомдар болады десеңіз, ревматоидный артрит көбінесе ол мелкий суставтар, яғни осы қолдың, саусақтың суставтарынан басталады, яғни зақымдану. Ал остеоартрозда ол үлкен буынның зақымдануларынан басталатын болады. Және де қан анализі арқылы қана қараған кезде де ревматоидты артритті СРБ және де асло, ревматоидты фактор осы көрсеткіштер жоғары болады. Ал остеоартрозда ол тек қана сізде СРБ жоғары болуы мүмкін, ал ревмофактор немесе асло ол нормада болады. Осылай біз ажырата білуіміз керек. Ал енді бұл остеоартроздың еміне келетін болсақ, негізгі біз мақсат қоюымыз қажет. Бұл мақсатта ең бірінші осы рентген стадиясы бойынша зақымдануды тоқтату. Екінші, шеміршек тінін қайта қалпына келтіру. Осындай мақсаттар қоюымыз керек. Яғни бұл жерде негізгі емінің препараты ең бірінші біз НПВС, яғни нестероидный противовоспалительный препараттар тағайындаймыз. Мысалы үшін диклофенак, кетанол деген препараттар сияқты. Бұл препараттар тек қана сізді обезболивать етіп қоймай, ол сол жерде болып жатқан воспаленияны снимать етеді. Осыны түсінуіміз керек. Бұл енді сізде асқазаныңызда жара немесе басқа да проблемалар болса, бұл противопоказан, бұл препарат. Ол кезде біз басқа препарат тағайындаймыз, яғни мелоксикам деген. Бұл мелоксикам сіздің асқазаныңызға қатты әсер етпейді. Сол себепті бұл асқазанында проблемасы бар науқастар үшін де тағайындауымызға болады. Ал егер бұл НПВС-тар көмектеспеген жағдайда біз уже опиоидты анальгетиктер, мысалы үшін трамадол сияқты препараттарға қарай көшетін боламыз. Бұл препараттарды біз таблетка түрінде немесе бұлшықетке укол түрінде салуымызға да болады. Егер бұл препараттар көмектеспеген жағдайда
демексидпен аппликация жасауымыз қажет. Бұл аппликация демексидін қалай жасау керектігін осы ссылкасын осы жерде көрсете кетемін. Осыған кіріп қалай жасау керек екенін көрсеңіз болады. Одан кейін именно осы остеоартроз кезіндегі емдердің негізгі емдеріне ол буынның ішіне НПВС, яғни нестероидный противовоспалительный препарат жіберу. Оны айына 1 рет жасап тұрсаңыз да болады. Немесе гиалурон қышқылын, яғни осы буын ішіне жіберіп тұрады. Немесе плазма, яғни осы плазма терапияда жасауымызға болады осы буын ішіне. Одан кейінгі негізгі препараттардың бірі бізде НПВС тағайындадық. Екінші орында біз осы шеміршек тінін қайта қалпына келтіретін хондропротекторлар. Осындай препараттар тағайындауымыз қажет. Хондроитин сульфат деген препарат тағайындаймыз. Бұл препараттың негізгі артықшылығы ол зақымдалған шеміршек тінінің қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Яғни толығымен қайта қалпына келтірмесе де, ол зақымдалып жатқан сатысында, яғни қатырып тастайды. Ол келесі асқынған сатысына қарай өтуіне жол бермейді. Бұл препарат тағайындайтын болсақ. Сол себепті бұл препараттың маңызы өте зор. Одан кейін сіз физиолечение алсаңыз болады, яғни электрофорез, УВЧ, парафин, ЛФК, әртүрлі упражнениялар жасау арқылы осы тізе буындағы остеоартрозды немесе артритті емдеуімізге болады. Енді осы буын ауруының өршу сатысының келесі бір емдеу түрінің бірі ол, яғни санаторный курортный лечение. Яғни ол жерде сіз әртүрлі балшықтарға және де әртүрлі сульфидті немесе радиоактивті ванналарға түсу арқылы сіз буыныңызды емдеуіңізге болады. Егер осы мен жоғарыда айтып өткен рекомендацияларға да көнбейтін болса, онда тек қана соңында осы хирургиялық ем түрі ғана қалады. Яғни бұл кезде тізе буынын толығымен кесіп алып тастап, ол жерге металлдан жасалған тізе буынын салып беретін болады. Жалпы бұл 4-ші сатысында жасалынатын бұл хирургиялық әдіс. Бұл 4-ші сатысына біз жеткізбеуге әрекет жасауымыз қажет. Бұл препараттарды, таблеткаларды іштім деп қана құрық қарап отырмауымыз керек. Ең бірінші біз тек қана упражнение жасауымыз керек. Мен осы препараттарды, таблеткалар ішіп жатырмын, немесе массаж жасап жатырмын, немесе санаторный курортный лечение қабылдап жатырмын деп құрып отыра беруімізге болмайды. Тізе буынына біз көмектесуіміз қажет, яғни әртүрлі упражнениялар арқылы. Келесі видеоларда осы қалай остеоартроз кезінде қандай упражнениялар жасау керек, сол жайлы видео салатын боламын. Оны көріңіздер обязательно. Біз упражнение жасау арқылы ол шеміршектің қайта қалпына келуіне және де ол жерде буындағы бұлшық еттің қайта қалпына келуіне маңызды рөл атқарамыз. Ал құрметті тыңдармандар, бүгінгі видеом соңына келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Бұл осы арнаның дамуы үшін маңызды рөл атқарады.